Ассалаумағалейкум, атбегілер, қалайсыздар? Не болды сонымен мына көкпар? Тағы да таз емес жеңіс болды ма, не болды? Ертең қырғыздар тағы да күлетін болды ғой. Қазақтар 2017-те сабап етіп жол қолымыздан тартты деп. Әйтеуір біздің қазақ таз ойнамайтын болды ғой. Ағалейкум ассалам, ұят болды, братан. Кешіріп қойғыла қазақ елін. Айттым ғой, сосын көргім келбейді дедім, білдім ғой сонда хуйня боларын. Уағалейкум ассалам. Қойдан? Ұят болды, я? Ұят болды мына ойын. Ақыл бетке вообще ұят қой, бля. Ертең жаңағында братан айтып отқандай, бетке біраз басайын деп тұр ғой бәрін қырғыздар. Таза ойын болмады, көріп тұр ғой. Нұреке, ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, аман есен? 4-4 болып тұр ғой қазір финал. Тағы 10 минут қосады дегендей қойдыр ғой. Иә, сәл бір түсініспеушіліктер болды. Дұрыс емес енді біздің қазақтардың да ұрып соғып не қажеті бар. Ертең барамайды да Қырғызстанға солар. Ұлан Байтөбек барсыншы, жағын айыр жіберейін деп тұр ғой. Иә, Нұржан 4-4 болдық қой. Сөйтіп анау соңында кім бір гол соғады, соған жеңіс беріледі деді, соны Құрманбек салып кетті ғой. Бірақ ойын қызық болмады. Бүйтіп әкеміздің отқанша ерлік жасап отырғанымыз дұрыс еді. Айқай шу төбелес, анау не ортадағы жаңағы один шыққан кезде анау жюриді дұрыстап свисток бермей жатыр. В общем, қазандықтан ұтылатынымыз анық қой, ең болмаса осы жерді алып қалайық деп енді не қаншар атсалысқан шығар, бірақ дұрыс болмады ойын дұрыс болмады, ұят болды. Келесі жылы Қырғызстанға кім барады енді? Вообще, сөз жоқ деймін, сөз жоқ, вообще, гәп жоқ, гәп. Ұят еле, өте қатты ұят болды. Позор. Мұндай жеңісті тойламай ақ қою керек та. Мұндай жеңіс емес қой, жеңіс емес, позор ғой, позор.